Достар, сәлем. Бүгін сіздерге жаздың осындай ыстық күндерінде жеуге арналған кәдіден дайындалатын құймақ, яғни кабачковый оладьи рецептін көрсетемін. Ең алдымен кәдіні жуып, оның шеттерін алып тастаймыз. Ал қазір кәдіні үккіштің ең ірі көзінен өткізу қажет. Кәдіні өткізіп болған соң, оны тұздап, араластырып, артық суы шығуы үшін 5-7 минутқа қоямыз. Ал ол уақытта өзіңіз 2 кішкентай жұмыртқаны ыдысқа жарып, жай ғана араластырып қоямыз. Шамамен 100 грамм ас көкті де майдалап турап, дайындап қоямыз. Ал қазір видеода көрсетілгендей кәдіні қолымызбен жақсылап сығу керек. Сығылған кәдіні басқа таза және құрғақ ыдысқа саламыз. Достар, менің арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Мінеки достар, қараңыздар, қаншама артық су шықты. Енді кәдіге алдын ала дайындаған ас көк пен жұмыртқаны салып, одан кейін ұн қосып, барлығын бір келкі болғанша жақсылап араластыру керек. Тұз бен қара бұрышты ең соңында қосып, тағы бір араластырамыз. Алдын ала орташа отта қызып тұрған майға бір ас қасық салмадан салып, кәді құймақтарын пісіреміз. Әр жағын қызартып, шамамен 3-4 минуттай пісіріп, екінші жағына аударып, дәл солай пісіруді жалғастырамыз. Артық майы болмауы үшін дайын болғандарын қағаз сүлгісіне қоямыз. Мінеки достар, жазға арналған тіске басар дайын, өзіңізге ұнайтын кез келген соуспен жесеңіздер болады, дәмі керемет. Осындай оңай әрі дәмді рецепт үшін лайктарыңызды аямаңыздар достар, міндетті түрде дайындап, өзіңізді және жақындарыңызды қуантыңыздар. Достар, видеоны қарағандарыңыз үшін сіздерге үлкен рахмет. Келесі кездескенше аман сау болайық.